Сәлем озат оқушы. Ана тілі 38-ші сабақ. Мәтін. Кітап оқудың пайдасы. Бірде Жазира Асылбекке келді. Әкем ертегі кітап әкелді. Үйге кел, бірге оқиық, деді. Ол Жазира айтқан соң барды. Жазираның кітап оқуы керемет. Қайғылы жеріне келгенде көзі жасаурап кетеді. Ал қуанышты жерінде жүзі алаулап шыға келеді. Асылбек те онымен бірге қайғырды, қуанды. Барлық қызық кітапта екен ғой, деп ойлады. Асылбек бұрын кітап оқымайтын, енді бір мезгіл кітап оқитын болды. Қазір Асылбек сабақты жақсы оқиды. Яғни балақай, осы жерден біз кітап оқудың пайдасын түсінеді екенбіз, осы мәтіннен. Яғни Жазира мен Асылбек деген екі оқушы бала бір-бірімен бірге отырып кітап оқиды екен. Жазира кітапты өте керемет оқиды дейді. Қуанатын жерінде қуанып, алаулап шыға келеді. Ал аянышты, қайғылы жерінде көзі жасаурап кетеді дейді. Содан әсерленген Асылбек жақсы әсер алып, кітап оқудың пайдасын түсінеді екен. Соның пайдасын түсініп, кітапты көп оқып, сабағын жақсы оқып кетіпті. Ендеше сен де көптеп кітап оқып тұр, балақай. Ал келесі екінші жаттығу. Бос орынға тиісті сөзді қойып жаз, деді. Мектеп кеме, білім теңіз. Енді мына жердегі бос орынға мына тынбай немесе тынбай деген екі сөздің біреуін жазамыз. Яғни тынбай алға жүзудеміз деп жазып қоямыз, балақай. Осы жаттығуды көшіріп дәптеріңе жазып ал. Келесі үшінші жаттығу. Сурет бойынша мәтін құра дейді. Үшінші жаттығу тапсырмасы. Біз суретте бір баланың қолына көп кітап ұстап алып келе жатқанын көреміз. Енді осы сурет бойынша былай құрап көрсек болады мәтінді. Айсұлтан кітапханадан бірнеше кітап алып, қуанып үйіне қайтып келеді. Ол кітап оқығанды өте жақсы көреді. Айсұлтан көп оқып, болашақта Абай атамыз сияқты өте білімді әрі ақылды болғысы келеді. Мінеки сурет бойынша осындай өз ойымызбен мәтін құрасақ болады екен. Көп кітап оқыған адамның миы жақсы жұмыс жасап, сөйлеу өнері де дами түседі екен, озат оқушым. Осыны есте сақтап, көп кітап оқуға талпынайық. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ, тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.